Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыс мезгіліне арналған небәрі 3 қана заттан тұратын өте оңай үй жағдайында томат жасап көрсететін боламын. Ешқандай да дүкеннің томатын сатып алып қажет емес, қыста рахаттанып қолданатын боласыздар. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерін жіберіп алмаңыз. Ең алдымен бізге осындай қызыл тәтті бұрыштар қажет болады. Міндетті түрде қызыл түсінен алыңыздар. Өйткені томаттарыңыз қызыл әдемі болып шыққан қаласаңыздар, міндетті түрде қызыл түсі қажет болады. Және де осындай қызанақтарымызды және бір бас сарымсақ қажет болады. Міндетті түрде барлығын осылай алдын ала 2-3 қайтара жуып, керек емес жерін алып тастайтын боламыз. Мына жерде қызанақтардың бастарын кесіп тастаймыз, яғни артық бөліктерін, сарымсақтарымызды осылай ашып, жуып тазалап аламыз. Міндетті түрде тәтті бұрыштарыңызды видеода көріп тұрғандай етіп майдалап кесіп алыңыздар алдына. Өйткені қазір тәтті бұрыштарымызды блендерге өткізіп алатын боламыз. Яғни өте оңай әрі тез езілуі үшін осылай барынша майдалап кесіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, кәдімгі ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады, бірақ кішкене түйір болып қалады. Сол үшін де барынша блендерден өткізуге тырысыңыздар. Осылай майдалап турап, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Екінші кезекте қызанақтарымыздың осылай артық керек емес жерін алып тастаймыз да, осылай 4 бөлікке бөліп, бұны да басқа бөлек ыдысқа жинайтын боламыз. Блендермен өте тез езілуі үшін мен қызанақты бөлек және тәтті бұрышты бөлек езетін боламын. Егер сізге қиын болмаса, барлығын бір ыдысқа салып езе берсеңіздер де болады. Қызанағымыздың барлығын турағаннан кейін шұңғыл ыдысқа барлығын салып аламыз. Жасап жатқан томатымыздың арасына кәдімгі үй жағдайында сәбіз қоссаңыздар да болады. Оны да майдалап турап блендерден өткіземіз. Бірақ егер сізде болмаса, оны қосу маңызды емес. Осы 3 қана заттың өзінен өте дәмді шығады. Осыдан кейін сарымсақтарымызды осы көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен жақсылап барынша майда етіп турап аламыз. Және де тәтті бұрыштың үстіне салып, екеуін бірге қосып блендерге езетін боламыз. Егер де сіз көк шөпті жақсы көретін болсаңыз, укроп немесе петрушка қоссаңыз болады, бір болмасын. Бірақ та мен олай қосқан жоқпын, өйткені сарымсақ пен тәтті бұрыштың иісі өте ерекше болып шығып тұрды. Блендердің көмегімен осылай барлығын жақсылап езіп аламыз. Бізде тәтті бұрыштар мен сарымсақтар кішкене қою болады. Барлығын осылай толықтай түйіршіктер қалдырмай жақсылап езіп аламыз. Екінші кезекте қызанағымызды да дәл солай езетін боламыз. Қызанақ өте оңай әрі тез езіледі. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына толықтай рецептін жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Мінекей қызанағымызды да өте тез езіп алдық. Ендігі кезекте соңғы этаптарын жасаймыз. Яғни қызанақты перецтің үстіне салып құятын боламыз. Және де ең соңында тұзын және қара бұрышын саламыз. Мен бір ас қасық тұзын салдым. Кішкене дәміне қарап салсаңыздар да болады. Тұзын салған кезде міндетті түрде абайлап салыңыздар. Қара бұрыштан да кішкене қоссаңыз дәмді болып шығады. Ең соңында блендермен тағы да жақсылап бір араластырып жібереміз. Осымен біздің томатымыз шамамен дайын болды. Ешқандай да қиындығы жоқ, қыс мезгілінде рахатын көретін боласыз. Мінекей осындай қою, өте дәмді және де иісі бұрқырап тұратын болады. Қысқа қатыруға арналған томаттарымызды кез келген формаға, өзіңізге ыңғайлы формаға құйып қатыра берсеңіздер болады. Маған құюға ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа құйып алдым, және де осындай кекс пісіретін силиконовый формаларға құятын боламын. Менде бар жоғы 2 данасы ғана қалыпты. Сол үшін де осындай одноразовый стаканға құятын боламын. Қатты толтырмай, жартысына дейін құйып қатыратын боламын. Егер де сізде неше түрлі формалар болатын болса, өзіңізге ыңғайлы етіп құйып сақтай берсеңіз болады. Осыны силиконовый формада сақтасаңыз өте оңай алынатын болады. Астына еш нәрседе жақпайсыздар. Осылай үстіне томатымызды құйып, қатты толтырудың қажеті жоқ. Осылай құйып, тегіс жерде қатыратын боламыз. Формамызға да осылай ортасына дейін ғана құясыздар. Қатты үлкен қылып құюдың қажеті жоқ. Дәл осылай барлығына құйып шығатын боламыз. Мінекей мен барлығына құйып шықтым. Тұп-тура 30 данасы шықты. Енді барлығын құлап кетпейтіндей және қисайып кетпейтіндей теп-тегіс жерде морозильникке қатырып алатын боламыз.
Шамамен бір күндей морозильникке салып, осылай томаттардың барлығын қатырып алдым. Силиконовый формада көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, жеңіл алынатын болады. Мінекей осылай ары қарай кәдімгі целлофанға салып, пакеттерге салып сақтай берсеңіз болады, немесе контейнерге салсаңыздар да болады. Дәл осы томатпен кез келген тамақты жасай берсеңіз болады. Қою тамаққа да, сұйық сорпа тамақтарына да салып жіберсеңіз дәмі өте керемет болады. Құрметті менің көрерменім, қыс мезгіліне арналған неше түрлі салаттар, атылмайтын қиярдың рецебі, осындай өте жеңіл қысқа қатыруға арналған заттардың барлығын мен өзімнің YouTube каналыма қысқа дайындық деп сақтап қойдым. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдырамын, толықтай қарап алсаңыздар болады. Формаларымыздан босатып, осылай целлофанға жинай берсеңіздер болады. Одноразовый форманы кішкене басын пышақпен кішкене кесіп жіберсеңіздер, алыну да оңай. Осымен біздің қысқа арналған томаттарымыз дайын болды. Менде 3 пакетке осылай 10-10-нан салып қойдым. Егер де сіздің пайдаңызға жараса, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздермен бірге болған Гүлсая алдағы уақытта ерекше рецептермен бөлісемін.